Конституция деген енді негізгі ата заңымыз. Бұл жерде қандай да бір сөз болсын, сөз тіркес болсын, үтір нүктесіне дейін заң күші деп білеміз. Осы мәселеге байланысты қазірдегі елімізде көптеген өздерінің ұсыныстарын, пікірлерін айтып атқан азамат-азаматшылар бар. Тілге байланысты мәселелер бар қазіргі таңда. Тілдің өсіп өркендеуі ол әр адамның өзіне байланысты. Қазақтың өзіне байланысты. Қазақ тілім өркендесін, өссін десе, әр қазақ өз тілін жете меңгеру керек. Сосын деген бір-бірімен сөйлескенде қазақша сөйлеп тұрса, мысалы, ондай тілді ешкім ешқашанда ешқандай бір халық айырып қалмайды. Ал мына аласапыран заманда жан-жақтан қалай қате кетер екен? Тек қана адам емес, тек қана ұлт емес, мемлекет мына аяғын қалай қате басар екен деп күтіп тұрған жағдай. Айналамызда болып жатқан жағдайды ескере отырып, қазіргі таңда біздің өзіміздің конституциямызды мана айтқан үтір-нүтіріне дейін, сөз тіркестеріне дейін бәрін заңдастырып дұрыстап алсақ, болашаққа деген нық бас жүруге мүмкіншілік туады деп мен білемін.